Семей ядролық полигонындағы соңғы жарылыстармен бірге қарудың жаппай үстемдігі мәңгілікке адамзат тарихының тұңғиығына батты. 1991 жылы Қазақстан аумағында Ұлыбритания, Франция және Қытайдың ядролық қуатын қоса алғанда асып түсетін жаппай қырып жою қаруының аса ірі арсеналы болды. Алайда олардың ұстанымдарын назарға ілмей және сол кезеңнен зор қиындықтарына қарамай, Қазақстан президенті жақсылықтың, дамудың, бейбітшілік пен зорлық-зомбылықсыз өмірдің пайдасына таңдау жасады. Бұл шешім сөзсіз Қазақстан атына бейбітшілік кіндігі деген мәңгілік анықтама тақты және жаңа заман тарихының барысын өзгертті. ақш-қа 1992 жылғы тұңғыш ресми сапар барысында Қазақстан мен ақш президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Джордж Буш ақш-тың қаржылық қолдау көрсетуімен Қазақстандағы ядролық қарусыздану туралы түбегейлі уағдаластыққа қол жеткізді. Бұл үшін екі америкалық сенатор Сэм Нан мен Ричард Лугар ақш конгресін бұрын соңды болмаған шешімді қабылдауға көндірді. ақш қырғи қабақ соғысындағы бұрынғы қарсыласының ядролық қаруын жоюға және ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қаржы бөлу жөніндегі ерікті міндеттемелерді өз мойнына алды. Қазақстанның ядролық мұрасынан өз еркімен бас тартуы, ядролық қаруды таратпау жөніндегі шарт пен ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу жөніндегі шартқа қосылуын алдын ала айқындап берді. Ядролық қарусыздануда айнымас табандылық көрсеткен Қазақстан өзінің ядросыз мәртебесін растайтын Лиссабон хаттамасына қол қойды. 1994 жылы Республика атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің мүшесі болып қабылданды. Осы жылы елімізде аса құпия түрде өткізілген Сапфир операциясы барысында Қазақстаннан ақш-қа 581 килограмм жоғары байытылған уран шығарылды. КСРО ыдырауынан батыс тоғышарлары күткен жаппай бейбітшіліктің, тыныштық пен жайлы өмірдің жайындағы үміті көңіл көншітпес түңілуге айналуы. Бүкіл әлем алдында жаңа өмір талаптары, соның ішіндегі ең бастысы халықаралық лаңкестік пен діни экстремизм пайда болды. 2001 жылғы 11 қыркүйектегі терактілер әрбір қазақстандықтың жүрегіне жара салды. Дәл сол күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы ақш елшілігінде болды. Ал 3 айдан соң ақш президенті кіші Джордж Бушпен кездесті. Ынтымақтастық жөніндегі бірлескен мәлімдеге қол қойылды. Онда екі елдің, соның ішінде жаһандық қауіпсіздік саласында ұзақ мерзімді стратегиялық әріптестігін нығайту жөніндегі ниеті айқын белгіленді. Қазақстан президенті әлемдік тұрақтылықты қамтамасыз ету белгілі бір локомотивті елдердің айрықша құзыретінде ғана болып қалмауы керек. Барлық мемлекеттер өздерінің өлшемі мен экономикалық әлеуетінен тыс бірлесіп, күш салуы қажет дегенді бірнеше рет атап көрсеткен болатын. Қорғаныс ведомстволардың өзара түсіністігі мен ынтымақтастығы туралы меморандум Қазақстан мен ақш қарым-қатынастарының негізі болды. Ынтымақтастық Еуро-Атлантикалық әріптестік кеңесі мен бейбітшілік жолындағы әріптестік НАТО бағдарламасы аясында да дамып келеді. Қазақстан Ауғанстанды қалпына келтіру ісіне, соның ішінде транзиттік дәлсіздерді ұсынуда да баға жетпес үлесін қосып келеді. Бірқатар мемлекеттер мен кейбір экстремистік ұйымдардың ядролық қару мен жаппай қырып жою қаруларының басқа түрлеріне иелік етуге деген құлшынысы нақты қауіп-қатер туғызуда. Сондықтан да әлемдік қауіпсіздікті нығайтуға бірегей үлес қосқан Қазақстанның үлгісі ерекше өзекті болып тұр. Қазақстан осы жылдар ішінде адамзатқа бір қарапайым ақиқатты, әлемнің де атом секілді бөлінбейтіндігін көрсетіп келеді. Өйткені ең мәртебелі алаңдардан алуан ел көшбасшылары Қазақстан президентінің саяси көрегендігі мен даналығын, мемлекетіміздің айқын да сарабдал сыртқы саяси бағытын мойындап бірнеше рет атап көрсетті. Осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан ядролық қарудан бас тарту жөнінде шешім қабылдады.
Бұл қадам елдің өркендеуі мен гүлденуіне бастап, Қазақстан жаһандық қауіп туғызатын ядролық материалдарды жоюда бүкіл әлемде қабылданатын шараларға үлгі болып келеді. Сондықтан да мен Назарбаевтың көшбасшылығын өте жоғары бағалаймын. Экономикалық байланыстардың дамуында ерекше рөл атқарған маңызды фактор мұнай өнеркәсібі болды. Қазақстан экономикасының жедел даму үстіндегі өндіруші саласы Американың инвесторлары үшін өте тартымды нысан болып қала бермек. Қазақстанда бизнесін бастаған алғашқы компаниялардың бірі Американың Chevron компаниясы еді. Әлемде бірде-бір компания мұндай табысқа жетпеген болатын. Сондықтан да мұндай нәтиже өз кезегінде ақш-тың жетекші мұнай компанияларының Қазақстанға инвестиция салуында өзіндік бір бағдаршам болды. Американ капиталының және әлемге танымал Американ мұнай компанияларының белсене қатысуы арқасында Қазақстан өзінің мұнай өнеркәсібін сапалық жаңа деңгейге көтеріп қана қойған жоқ. Сонымен бірге энергия ресурстарын әлемдік рынокқа жетекші экспорттаушылардың біріне айналды. Президенттеріңіз Қазақстанда жасаған істері үшін осында ақш-та құрметке ие болды. Ол реформаны ынталандыру мақсатында ашықтықты пайдаланды. Сөйтіп, Қазақстандағы экономикалық жағдай жақсара бастады. Бүгінде Қазақстан экономикасына ақш инвестициялары тұрақты өсуде және көшбасшы орындарда келе жатыр. Осы жылдар ішіндегі тікелей американдық капитал салымдарының жалпы көлемі 20 миллиард доллардан асты. Ресми Вашингтон мен ақш-тың іскер топтары Қазақстанның инвестициялық ахуалының тартымдылығын, оған қоса инвестициялық саясатын болжамдылығы мен келісім шарттардың тұрақтылығын мойындауда. Бұл Астана мен Вашингтондағы кездесулер барысында бірнеше рет қуатталды. Соның ішінде Қазақстан президентінің 2006 жылғы ақш-қа сапары кезінде екі елдің көшбасшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Жоғары деңгейдегі келіссөздер Қазақстанның бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру мерзімін едәуір жақындатып келеді. Бұл Астананың сыртқы экономикалық байланыстағы басым бағыттардың бірі болып табылады. Оның үстіне, олар екі елдің экономикалық ынтымақтастығы спектрін кеңейтті. ақш компаниялары коммуникациялар, көлік, тау-кен, өңдеу, химия өнеркәсібі, машина жасау, туризм салаларында табысты еңбек етуде. Республикамыздың ауыл шаруашылығында да Американ бизнесінің араласуын кеңейтуге деген қызығушылық артуда. Қазақстан мен Американың жан-жақты ықпалдастығының серпінділігі Қазақстан президенті белгілеген болашақ бағдарламасын табысты іске асыруға мүмкіндік берді. Қазақстандық студенттерді әлемнің ең жақсы жоғары оқу орындарына жіберу жөніндегі осы бірегей жобаның едәуір бөлігі ақш-тың еншісінде. Белгілі америкалық ғалымдар мен оқытушылардың белсенді қолдауының арқасында Астанада Назарбаев университеті ашылды. Америка құрама штаттары алғашқылардың бірі болып Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін мойындаған мемлекет. Және 1991 жылдың желтоқсанында Қазақстанмен бірінші болып дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Өткен жылдар ішінде екі елдің арасындағы қарым-қатынас едәуір дәрежеде мемлекет басшыларының тығыз әрі жылы шырайлы жеке қарым-қатынасына да сүйеніп келді. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 1994 жылы Вашингтонға сапары кезінде негізгі құжатқа әйгілі демократиялық әріптестік жөніндегі хартияға қол қойылды. Республика 20 жыл ішінде даусыз идеологияландырылған елден ерікті қоғамдық санаға дейінгі жолды жүріп өтті. Осындай демократиялық өзгерістерге Ақ үй қашанда оң көзқараста болатын. Сопақша кабинетке кімнің ие болғанына қарамай, республикандық па, болмаса демократ па, барлығымен де Қазақстан басшысы сенімді қарым-қатынас орната білді. Мемлекетіміздің демократиялық дамуындағы маңызды меженің бірі Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі. Астана өз мандатын жүзеге асыру барысында Қазақстан президенті жариялаған 4T – Trust, Tradition, Transparency
tolerance принципіне сүйенді. Қазақстан төрағалығының басты нәтижесі Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының тарихи саммиті мен Астана декларациясының қабылдануы. Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммиті 11 жыл бойы жоғары деңгейде кездесулер ұйымдастырмаған және күрделі кезеңді басынан кешіп отырған ұйымның өзі үшін де үлкен жетістік болды. Саммит табысы мен аймақтық және жаһандық қауіпсіздік пен ынтымақтастықты нығайтуға лайықты үлес қосқан Астананың Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалығының оң нәтижелері едәуір дәрежеде ақш пен ұйымның басқа да мүше мемлекеттері тәрізді серіктестерінің қолдауымен де тығыз байланысты. Мы собрались в Астане во имя торжества здравого смысла, чтобы продолжить совместные движения по безопасному будущему наших народов. Сегодня в Астане мы даем старт формированию евроатлантического, евразийского сообщества единой и неделимой безопасности. Нынешний саммит впервые проводится в новой стране, ставшей независимой во многом благодаря положениям и принципам Хельсинкского заключительного акта. Бүгінгі Қазақстан әлем қауымдастығының тең құқылы және құрметті әріптесі бола жүріп, экономикалық күшті және серпінді дамып келе жатқан демократиялық мемлекет. Қазақстан мен Америка құрама штаттарының қауіпсіздік, даму және гүлдену жолындағы 20 жылдық әріптестігі, оңдаған жоғары деңгейдегі кездесулерден, жүздеген іскерлік сапарлардан, бірлескен келісім шарттардың мыңдаған беттерінен және бір-біріне қарай орасан көп қадам басулардан құралып отыр. Екі ел басқа құрлық пен жарты шарда орналасқан. Оларды мұхит бөліп тұр. Алайда олардың көшбасшыларының саяси ұмтылыстары қарапайым адами қарым-қатынастың көзге көрінбейтін арқауы. Өзара мүдделік пен мәдениеттердің кірігуі шығыс пен батыстың тарихи тартылысы біріктіреді. 20 жыл ішінде осы берік әріптестіктің әрі қарай дамуы үшін мызғымас іргетас қаланды. Екі ел басшылары мен халқы болашаққа сеніммен қарайды.